Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге пачуба салатын бөлісетін боламын. Барлығыңызға жасап көруге кеңес. Дастарханыңыздың көркін ашатынына сенімдімін. Бізге керегі картошка, селедка, қызылша, жұмыртқа, сәбіз. Барлығын осылай видеодағыдай етіп, үкіштен өткізіп аламыз. Және де бізге керегі пияз, ол міндетті емес, өз қалауларыңыз бойынша. Салатты осындай дөңгелек формаға жасайтын боламын. Енді видеодағыдай етіп картошкамызды саламыз. Оның үстіне селедкамызды саламыз. Майонезімізді жағып, пиязды өз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Оның үстіне сәбізді салып, майонезімізді жағып аламыз. Жұмыртқамызды салып аламыз. Жұмыртқамызды видеодағыдай етіп салып аламыз. Оның үстіне майонез, қызылшамызды саламыз. Видеодағыдай етіп, қызылшамызды біркелкі етіп сәндейміз. Формамызды алып, оның үстіне осылай әдемілеп майонезімізді жағып шығамыз. Мінекей салатымыз дайын. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Жеңіл әрі өте дәмді. Сіздермен мен Гүлім.